Көп әке-шешелердің қателігі, әсіресе әкелердің баласы қателік істеген кезде келеді да, неге істейсің бұны? Екінші рет істесең аямаймын. Екінші рет істесең қолыңды сындырам. Басыңды жарам. Ана біздің әйелдер қолынан келмейтін нәрсені айтады ғой, көшеге қуып жіберем дейді ғой. Бұны бала 2 рет, 3 рет естігеннен кейін болды, сен оны істей алмайтыныңды біледі ол. Айттың ба, істеу керек, бала оны білу үшін ше. Бір қызығын айтайын. Бала әке ұрғаннан қорқады ғой, тоқтайды. Жаңағы нәрсені тоқтайды ше, қай уақытқа дейін? Әкесінің күші қайтқанға дейін ше. Әкесі жасы келеді, бала өседі. Уже сізге бой бермейтін кезде бар ғой, сен өу дейсің ғой. Көке, бой демал енді. Отсай өзім білем деп айтады. Сол үшін айтқым келгені мынау, балаңызды өзіңізден емес, Құдайдан қорқуға үйрету керек. Бірдеңе жасайды ғой, қателік. Қараңызшы, екі вариант. Біріншісі, неге істейсің? Екінші рет істесең қолыңды сындырамын, түсің ба? Ертең гүдік деп ұрасыз ғой, сенен қорқып тұрды ол. Екіншісі, балам, не мына істеген? Ойланшы өзіңіз, дұрыс па осы нәрсе? Құдайдан қорқпайсың ба сен? Алла тағала ысырап ет. Сен бұны сындырдың енді. Жарайды, бұл дүние ғой. Бірақ бұл ысырап деген нәрсе бар. Алла тағала ысырап етуді жақсы көрмейді. Алладан қорқсайшы депсе, баланы Құдайдан қорқуға үйретсек бар ғой, ана бала кейін өскеннен кейін, ол сен барсың, жоқсың, қызық емес. Ол Құдайдан қорқады, болды.